Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жент шоколаде дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге талқан керек болады. Одан кейін кез келген печенье. Мен осындай рахат фирмасыныкін таңдадым. Және бізге қант ұнтағы, бал, ертілген сары май және де сгущенка керек болады. Печеньені осылай блендердің көмегімен үгітіп алдым. Енді бір ыдысқа осы жерде тұрған барлық ингредиенттерді біріктіретін боламыз. Талқан, печенье үгітілген және де қант ұнтағын салып, бір рет араластырып жібереміз. Және де қалған ертілген сары май, бал, сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл жентке қанттың орнына қант ұнтағын салдым, себебі дәмі нәзік болып шығады сол кезде женттің. Және де май міндетті түрде сапалы, жақсы 82% майды қолдандым. Бал менде сұйық бал және де сгущенка три желанияның жақсы сапалы сгущенкасын пайдаландым. Барлық ингредиенттерімізді қосып, жақсылап араластырып алғаннан кейін жентті мен осындай формаға салып, формасын келтіретін боламын. Бұл форманы мен Wildberries'тен алған болатынмын. Егерде керек десеңіздер, астына артикулын жазып қоямын. Бірақ өздеріңізде үйде бар кез келген форманы пайдалана берсеңіздер болады. Немесе формочкалар жоқ болса, қолмен жай ғана домалатып істей беруге де болады. Ол енді өз қалауларыңыз бойынша. Осылай пищевая пленкамен жауып, морозильникке 2-3 сағатқа қойып алыңыздар. Сол кезде формасын ұстап, жақсы қататын болады. 3 сағаттай уақыт өтті, женттерім дайын болды. Барлығы жақсы қатқан, формасын жақсы ұстап тұр. Енді осының шоколадын дайындаймын. Ол үшін мен рахат фирманың шоколадын пайдаланамын. Водяная баняға қойып, шоколадты ертіп аламын. Міндетті түрде араластырып тұрамыз, сол кезде жақсы еритін болады. Енді осыны кондитерский мешокқа салып, осы жаңағы жентті қатырған форманың астына шоколадты біркелкі етіп құйып шығамыз. Шоколадты водяная баняда ертіп алғаннан кейін 2-3 минуттай суытып алу қажет. Шоколадтың үстіне жентімізді орналастырамыз және де бетін пищевая пленкамен жауып, тағы да 2-3 сағатқа морозильникке салып қатырып аламыз. 3 сағат уақыт өтті. Женттер дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай силиконовый формадан оңай алынады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бірден осылай морозильниктен алып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.